Чарльз Оливейраны қорқақ задрот ретінде қабылдап қалуға болады. Алайда октагонда оның кім екенін бірден білесің. UFC сапында өнер көрсетіп келе жатырған 11 жыл ішінде бразилиялық жауынгер тек 3 рет қана төрешілердің шешіміне дейін жеткен еді. Солай Чарльз Оливейра UFC сапындағы ең көп бонус жинаған және де ең көп сабмишнмен жеңіске жеткен жалғыз жауынгер. 2 жыл бұрын Чарльз Оливейра чемпиондыққа қол жеткізіп барлығын мойындатқан еді. Алайда Ислам Махачевке қарсы төтеп бере алмай фаталды жеңіліп чемпиондығынан айырылған еді. Бұған қарамастан Оливейра чемпиондық жолға қайта оралып 21 қазан Абу-Даби қаласында UFC 294 турнирінде қазіргі чемпион Ислам Махачевке қарсы реванш өткізеді. Соған орай біз Чарльз Оливейраның бүкіл мансабы жайлы сөз қозғауға керек деген ойға келдік. Себебі комментарийде біразы осы жауынгерді сұраған болатын. Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат арнасы. Бұл видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер жайлы сөз қозғайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Және де UFC-ді қайдан көрсек болады деген сұраққа жауап ретінде біздің Азамат MMA телеграм арнасын ұсынғым келіп отыр. Осы жерде сіз аралас жекпе-жек және де бокс туралы актуалды ақпаратпен таза қазақ тілінде тікелей эфирде UFC қарасаңыздар болады. Сондықтан міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Чарльз Дю Бронкс Оливейра Бразилия елі Гуаружа қаласында нашар ауданда, яғни геттода нағыз фавелаларда туылды. Отбасы кедей өмір сүргесін жастайынан жұмыс істеуге мәжбүр болды. Чарльз Оливейра футболшы болуы мүмкін еді. Алайда 7 жасынан бастап жүрек сырлығымен ауыра бастады. Кейін ревматоидты артрит. Соның кесірінен балақай 2 жыл өмірін ауруханада өткізді. Дәрігерлер Чарльзға спортты ұмыту керек деген еді. Себебі аурудың кесірінен мүгедек болып қалуы мүмкін деген болатын. Осы кезде Чарльз футболды ұмытып, бүкіл уақытын jiu-jitsu залында өткізе бастайды. 12 жасында Оливейра жергілікті залдардың біріне жиі барып жүретін. Бірақ Оливейра отбасысында спорт бөліміне төлейтін ақшалар болмаған еді. Осы кезде Чарльздің досының әкесі бапкермен таныс болып, Чарльзге де төлеймін деп келіскен еді. Соның арқасында Оливейра 14 жасында облыстық чемпионаттың жеңімпазы атанды. Кейін Оңтүстік Американың қола жүлдегері және де jiu-jitsuдан әлем чемпионы атанған еді. Біраз уақыт өткен соң Чарльз әйгілі шуте бокс залына барып, толығымен аралас жекпе-жекпен айналысқысы келетінін түсінді. Он 18 жасында Чарльз әуесқой MMA-дан алғашқы жекпе-жегін өткізіп, қарсыласын армбар сабмишнмен жеңген еді. Осылай Дю Бронкс атты қарапайым балақайдың атаңызға айналған мансабы басталды. Өзінің алғашқы кәсіпқой жекпе-жектерін бразилдік жауынгер Predator FC промоушенде өткізді. Солай бір күнде Оливейра қатарынан 3 рет октагонға шығып, барлығында жеңіске жетіп, жартылай орта салмақта өткен жергілікті гран-придің чемпионы атанды. Осыдан соң Чарльз Оливейра бүкіл Оңтүстік Американы айналып, барлық жерде жеңіске жетіп жүрді. Солай 2013 жылдың ортасында UFC матчмейкерлерінің көзіне түсіп, абсолютті промоушенге қосылады. UFC-дегі алғашқы жекпе-жегінде Чарльз Оливейраның жасы бар болғаны 20-да еді. Оған қарсы жақсы күресетін 11-1 рекордына ие Даррен Элкинс шықты. Американдық жауынгер бірден тейкдаун жасағанымен Оливейра 3-1 сабмишн жауып тастауға үлгерді. Оливейраның жеңісіне бар болғаны 30 секунд қажет болды. Солай өзінің алғашқы $50 000 бонусына қол жеткізді. Бір жарым ай өткен соң Оливейра өзінің екінші жекпе-жегін өткізді. Оған қарсы Ефраим Эскудера шыққан еді. Ultimate Fighter атты реалити шоудағы 8 маусымының жеңімпазы. Өзінің күресімен Оливейраға біраз қиындықтар әкелді. Сол үшін Оливейра партерді ұмытып, таза стойкада соққылар алмасуды жөн көрген. Бірінші раундтың соңында тейкдаун жасай алмай, партерде астында қалып, біраз ауыр соққылар өткізіп алған еді. Екінші раундта Оливейра прессингке көшіп, соққылармен алға шықты. Ал үшінші раундта Оливейра тейкдаун жасап, қарсыласының артынан қылқындыру әдісімен жеңіске жетті.
Абсолютті промоушендегі 3-ші жекпе-жегінде Чарльз Оливейра мықты соққыларға ие, өте қауіпті Джим Миллермен кездесті. Американдық жауынгер тейкдаун жасап, бірден аяққа сабмишн жасай бастады. Бұны түсінбей қалған Оливейра уақытында қорғана алмай мансабында алғаш рет жеңіліс тапты. Жартылай жеңіл салмақтағы алғашқы жекпе-жегінде Чарльз Оливейра дебютант Эрик Уайслимен кездесті. Алғашқы раундтың ортасында Оливейра партерден қарсыласының аяғын бақылауға алып, кейін қарсыласының артынан ең қауіпті әрі жиі кездесе бермейтін канарейка сабмишнмен жеңіске жетті. Солай Оливейра өзінің 7-ші бонусына қол жеткізді. Ал жекпе-жектен соң Чарльз Оливейраға джиу-джитсудан қара белбеу берілген еді. Келесі жекпе-жекте Чарльз Оливейра сол кездегі жұлдызды жауынгерлердің бірі Кап Суонсонмен кездесті. Алайда Чарльз қайтадан мұндай тексеріске дайын болмады. Себебі қайтадан алғашқы раундта техникалық нокаутпен жеңіліс тапты. Осыдан соң Чарльз Оливейра 10 ай бойы өнер көрсетпей Фрэнки Эдгармен кездескен еді. Бұл жекпе-жекте Оливейра ең маңызды деп атаған болатын, бірақ бүкіл 3 раундты беріп қойып, төрешілердің шешімімен жеңіліс тапты. «23 жасында Чарльз Оливейра UFC рейтингінен ұшып кетіп, әлемдік рейтингте 30-ші орында орналасқан. Ақпан айында Чарльз Оливейра Бразилия елінде өткен UFC турнирінде британдық Энди Оглды 3-ші раундта 3-1 сабмишнмен жеңді. Төрт ай өткен соң Дю Бронкс Хатсу Хиокиге қарсы жекпе-жек өткізіп, алғашқы минутада бірден гильотинаға сабмишнмен жаққысы келді. Раунд соңында біраз рет анаконда сабмишніне шыққан болатын. Кейін екінші раундтың соңында ақыры гильотинаға сабмишніне шығып, жеңіске жеткен еді. Жылдың соңында Чарльз Оливейра Джереми Стивенсонмен кездесті. Бұл жекпе-жекке Оливейра екінші рет салмақ түсіре алмаған еді. Ал кездесу өте жақын болды. Бірақ бразилдік жауынгер партерде жақсы жұмыс жасағанның арқасында төрешілердің басым көпшілік шешімімен жеңіске жетті. Солай Оливейра жартылай жеңіл салмақтың рейтингінде 10-ші орында орналасқан еді. 2015 жылдың мамырында Оливейра Ник Ленске қарсы реванш өткізді. Ленс жақын арақашықтықта жұмыс жасағанымен, Оливейра әр кезде сабмишнге шығуға тырысты. Бірінші раунд соңында Чарльз Оливейра қарсыласын нокдаунға түсіргенімен, бұл нәтижені ары қарай дамыта алмады. Екінші раундта Ник Ленс күресін қосып, соңына дейін Оливейраның үстінде көрпе секілді жатып шықты. Үшінші раундта Ленс бұл тактиканы қайталағысы келгенде, Оливейра гильотинаға сабмишн жауып, жеңіске жетті. Солай Оливейра рейтингте 7-ші орынға көтерілген еді. Мүмкін ол бұдан жоғары болады. Алайда оның орнына жас проспект рөлін қатарынан 6 рет жеңістің арқасында Макс Холлоуэй алып кеткен еді. Біраз уақыт өткен соң екі проспект арасындағы жекпе-жек орын алды. Чарльз Оливейра мен Макс Холлоуэй жартылай жеңіл салмақтың чемпиондық белбеуіне басты үміткерді анықтау керек еді. Алғашқы раундтың ортасында Оливейра тейкдаун жасағанда қателік жасап, жарақат алған болатын. Жекпе-жек тоқтатылып, бразилдік жауынгер жедел түрде ауруханаға жеткізілген еді. Дәрігерлердің айтуы бойынша Оливейра өңеш безінің бұзылуына байланысты 4 сағат бойы бір жағымен қозғала алмаған. Ота жасалмағанымен 2 ай бойы Чарльз дайындыққа қайта орала алмады. 2016 жылдың жазында Чарльз Оливейра Энтони Петтеске қарсы жекпе-жек өткізді. Осының алдында біраз рет салмақ жасай алмаған бразилдік жауынгер 66 кг салмақтың орнына 62 кг-ға дейін қуған еді. Жекпе-жектің өзінде Чарльз Оливейра бірден тейкдаунға көшіп, әр кезде күресуді тоқтатпай жүрді.
Бірақ бұрынғы чемпион Петтис біраз рет ауыр соққыларын дәл тигізіп, жеңіске жақын болды. Үшінші раундтың ортасында Энтони Петтис күрескісі келген Оливейраға қарымта шабуыл ретінде гильотинаға сабмишнін жауып тастады. Осыдан соң Оливейра Рикардо Ламусқа қарсы шығып, қайтадан гильотинаға ұсталып қалды. Бұл жекпе-жекке Чарльз қайтадан салмақ жасамай шыққан еді. Сол үшін UFC матчмейкерлері Оливейраны жеңіл салмақ дәрежесіне көтерген болатын. жылдың сәуірінде Чарльз Оливейра бұрынғы Беллатор чемпионы Уилл Брукспен кездесті. Алғашқы раундта Оливейра бірден тейкдаун жасап, қарсыласының артынан қылғындыру әдісіне шықты. Солай Оливейра қайтадан өзінің ең үздік жекпе-жектерінің бірін өткізіп, кезекті бонусқа қол жеткізді. Жарты жыл өткен соң Чарльз Оливейра жарақат алған Элия Квинтаны ауыстырып, Пол Фелдерге қарсы жекпе-жек өткізді. Оливейра алғашқы раундтың 22 секундында тейкдаун жасап, біраз рет қылғындыру әдісіне шыққан еді. Фелдер бұндай қысымда шыдап, екінші раундтың соңында 15-ке жуық ауыр тақпен соққылар тастап, техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Көбісі бразилдік жауынгердің сәл қысымынан сынып қалатынын айтып, ешқашан чемпиондыққа жете алмайды деген болатын. Сонымен қатар физика жағынан біраз есе төмендеген сөздер шыққан еді. Жарты жыл өткен соң Оливейра кезекті қарсыласын ауыстырып, 10 күндік хабарландырумен тәжірибелі Клей Гуидаға қарсы жекпе-жек өткізді. Бірінші раундтың ортасында Оливейра қарымта шабуыл ретінде Гуидаға гильотинаға сабмишнін жауып, жеңіске жетті. Жекпе-жектен соң Оливейра 66 кг салмаққа қайта оралуын сұрап, Бразилия елінде өтетін турнирдің қардына қосуын сұрады. UFC матчмейкерлер Оливейраның тек екінші сұранысына келісіп, Кристос Гиагацпен кездестірді. Чарльз Оливейра екінші раундтың ортасында тейкдаун жасап, қарсыласының артынан қылғындыру әдісімен жеңіске жетті. Оливейра өзінің туған жерінде жанкүйерлердің арасында жеңіске жетіп, кезекті 12-ші бонусына қол жеткізген еді. Содан жартылай жеңіл салмақ дәрежесіне қайта оралмайтынын біліп, жеңіл салмақ үшін физикалық тұрғыда дами бастады. Сонымен қатар шуте бокс залына көшіп, Диего Лима атты бапкермен бірге өзінің соққыларын жетілдіріп, дамыта бастады. Келесі 8 ай ішінде Чарльз Оливейра қатарынан 4 жекпе-жекте уақытынан бұрын жеңіске жетіп, 2020 жылдың наурыз айында топ 10 рейтингінде орналасқан Кевин Лимен кездесті. Бүкіл әлемдік дерттің кесірінен аренада жанкүйерлер болмаған еді. Оливейра алғашқы раундта партерден қарқынды жұмыс жасап, біраз рет сабмишнге шығуға жақын болды. Үшінші раундтың басында Кевин Ли тейкдаун жасағанымен, Оливейра қарымта шабуыл ретінде гильотинаға сабмишнін жауып, жеңіске жетті. Солай Оливейра кезекті бонусқа қол жеткізді. Бразилдік жауынгер рейтингте 7-ші орынға көтеріліп, Тони Фергюсонға қарсы жекпе-жек өткізді. Оливейра бұл жекпе-жекке 3 апталық хабарландырумен шыққанымен, қауіпті Тониге әр раундта тейкдаун жасап, 2 рет сабмишнмен жеңіске жақын болды. Бірақ Тонидің шыдамдылығының арқасында жекпе-жек төрешілердің шешіміне дейін жеткен еді. Дегенмен Чарльз Оливейра жеңіске жетіп, чемпиондық белбеуге басты үміткерлердің бірі болды. Хабиб мансабын аяқтағаннан соң чемпиондыққа үміткер ретінде тек 2 адам қалған еді. Бірақ Дастин Порье, Конор Макгрегормен жекпе-жекті таңдағасын UFC матчмейкерлері Чарльз Оливейраға қарсы Майкл Чендлерді қойып, жеңіл салмақтың чемпиондық белбеуін ойнатқан еді. Екі жауынгер арасындағы жекпе-жек UFC 262 турнирін басқарып, кештің көркіне айналды. Оливейра алғашқы минутта тейкдаун жасағанымен гильотинаға түсіп қала жаздады. Кейін Оливейра қарсыласының артына шығып, қылғындыруға жақын болды. Чендлер бұдан қорғанып, өзінің шабуылына көшті. Оливейраны нокдаунға түсіріп, жекпе-жекті аяқтауға тырысты, алайда уақыт жетпей қалып, екінші раунд басталды.
Сөйтіп Майкл Чендлер қателік жасап жекпе-жекті беріп қойды. Отыз бір жасында UFC сапында 28 жекпе-жек өткізіп, Чарльз Оливейра жеңіл салмақтың чемпионы атанды. Екі мың жиырма екінші жылдың жазында Дастин Порье қатарынан екінші рет Конор Макгрегорды жеңген соң чемпиондық белбеуге басты үміткер ретінде қарастырылған еді. Солай UFC 269 турнирінде Чарльз Оливейра Дастин Порьемен жекпе-жек өткізді. Барлығының көзінше Порье жеңімпаз көрініп, ешкім Оливейраға сенбеген. Жекпе-жектің алғашқы раундында Дастин Порье біраз рет ауыр соққылар тигізіп, қатарынан екі рет Оливейраны нокдаунға түсірген еді. Бірақ ары қарай партерде жекпе-жекті бітіргісі келмей, тек стойкада төбелесуді қарастырды. Соның арқасында Чарльз Оливейра өзіне келіп, екінші раундта партерде толықтай үстемдік етті. Ал үшінші раундта Дастин Порьенің артынан қылқындыру әдісімен жеңіске жетті. Сөйтіп Чарльз Оливейра өзінің чемпиондық белбеуін қорғап, бүкіл әлемді мойындатты. Чарльз Оливейраның чемпиондық белбеуіне келесі үміткер болып Джастин Гейджи шыққан еді. Хайлайт өте ауыр соққыларға ие, барлығының көзінше қайтадан жеңімпаз көрінді. Солай миллиондаған жанкүйерлер UFC 274 турнирін күткен еді. Алайда салмақ өлшеу кезінде Чарльз Оливейра орта салмақ дәрежесі 70 кг кіре алмаған соң чемпиондық белбеуінен айырылған болатын. Бұл жекпе-жекте чемпиондық белбеу тек Джастин Гейджи үшін ғана болды. Дегенмен жекпе-жек барлығын өз орнына қойды. Алғашқы минутта Гейджидің соққылары ештеңеге әкелмеді. Ал Оливейра болса дәл соққылармен қарсыласын нокдаунға түсіріп, артынан қылқындыру тәсілімен жеңіске жетті. Осыдан соң чемпиондық белбеуге басты үміткер ретінде Ислам Махачев қарастырылып, Чарльз Оливейрамен 22 қазан күні Абу-Даби қаласында жекпе-жек дайындала бастады. Бұл жолы ешкім Оливейраны андердог ретінде қарамай, екі жауынгердің жеңісіне бірдей мүмкіндіктер берген еді. Алайда бұл жекпе-жекте Ислам Махачев өзінің феноменалды күйін көрсетті. Жекпе-жек басталысымен Ислам барлық жақтан мықты болып, екінші раундта қолдан 3 бұрыш сабмишнін жауып жеңіске жетті. Солай Чарльз Оливейра қатарынан 12 жекпе-жек бой келе жатырған жеңіс сериясынан айырылды. Сен жауынгер болған соң, бұндай заттар болғанда сенің күнің емес екенін білесің. Мен қайта оралатыныма сөз берем. Мен өзімнің белбеуімді қайтарып аламын. Жарты жыл өткен соң UFC Чарльз Оливейра мен Бенейл Дариуш арасындағы чемпиондыққа басты үміткерді анықтау үшін жекпе-жек өткізген еді. Жекпе-жек жақындаған сайын ешкім Оливейраның жеңісіне сенбеген еді. Себебі оны менталды сынып қалған деп ойлап, өзіне қайта келе алмайды деген болатын. Бірақ Оливейра өзінің қандай екенін көрсетіп, Бенейл Дариушты бірінші раундта техникалық нокаутпен жеңіп кетті. Сөйтіп бразилдік жауынгер чемпионның аты бар, және де ол Чарльз Оливейра екенін дәлелдеген болады. Дәл қазір Чарльз Оливейра Ислам Махачевке қарсы реманш өткізуге дайындалып жатыр. Бұл жекпе-жекке бар болғаны бір ай ғана қалды. Және де біз Азамат ММА ұжымы осы Абу-Даби қаласында өтетін турнирде болып, барлық қызық жағдайлар мен ақпараттарымызды сіздермен бөлісетін боламыз. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат ММА арнасы. Сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.